Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Біз бүгін әдеттегідей сіздермен тағы да нұсқа талдауды бастаймыз. Сіздермен байланыста Аяжан Манарбекқызы. Біз бүгінде сіздерді педагогтардың білімін бағалауға арналған тест тапсырмаларын талдайтын боламыз. Ендеше біздің ең алғашқы сұрағымыз эволюцияның басты қозғаушы күші. Жалпы біз білеміз, эволюция ол бізде үздіксіз жүзеге асып жүріп отыратын тіршіліктің даму процесі. Бірақ эволюция кезінде барлық ағза дамиды деген түсінік ол кішкене қате. Өйткені эволюция барысында дамып, жетіліп, жаңа қасиеттерге, жаңа процестерге, тіпті жаңа мүшелерге ие болатын ағзалар да бар. Тура сол сияқты эволюция барысында кері кетіп, регрессияға ұшырап, яғни дене мүшелері өзгеріп тіпті жойылып кетіп отыратын ағзалар да бар. Енді осы эволюцияны зерттеуге үлес қосқан бізде ғалымдар бар, эволюционер ғалымдар деп айтамыз. Ол бізде Карл Линней, Жан-Батист Ламарк және де Чарльз Дарвин. Үш ғалымның да атқарған үлесі өте жоғары. Өйткені Карл Линней ол түр деген ұғымды енгізді, жүйелеудің алғашқы формасын жасады, таксономияларды анықтады деген сияқты. Жан-Батист Ламарк ол бізде градация ұғымын енгізді. Линнейдің жасаған жүйелеуінде кішкене ағаттықтар кетті. Ламарк жануарларды нақты екі түрге бөліп кеткен болатын. Омыртқалылар және омыртқасыздар. Ол жүйелеуді біз әлі күнге дейін дәл солай пайдаланады екенбіз. Тура сол сияқты Чарльз Дарвин ол да бізде барлық жерді аралап, өсімдіктердің, жануарлардың, құстардың сыртқы формасы бір-біріне ұқсастығына байланысты деген сияқты әртүрлі эволюциялық себептер мен факторларды зерттеп қарастырған болатын. Осыған байланысты Чарльз Дарвин эволюцияның басты қозғаушы үш күші бар екендігін анықтаған болатын. Қозғаушы күш деген сөз эволюцияның болуына, жүруіне көмектесетін, септігін тигізетін процестер деген сөз ғой. Ол қандай процестер? Ол бізде үш процесс: табиғи сұрыпталу, тұқым қуалайтын өзгергіштік және тіршілік үшін күрес. Яғни бізде мына жерде С деген жауап дұрыс жауапқа келеді. Сұрақтарды талдаған кезде негізі мұқият оқиық. Мысалы, мына жерде қараңыздар, тұқым қуаламайтын өзгергіштік деп тұр. Осыны да асығыста белгілеп жүретін мұғалімдер болады. Вот осындай кері немесе емес, жоқ деген сияқты сөздермен берілген варианттарға мұқият назар аударайық. Енді тіршілік үшін күрес дегеніміз не ол? Тіршілік үшін күрестің, яғни өмір сүру үшін күрес деген сөз, оның үш түрі бар. Түр аралық күрес, яғни әртүрлі даралардың арасында болатын күрес. Ол мекен ету ортасы үшін, тағы басқа факторлар үшін жүзеге асуы мүмкін. Түр ішілік күрес, яғни бір түр дараларының ішінде болатын күрес. Ол жемтік үшін, ол көбею процесі үшін, ол қорек үшін деген сияқты, аумақ үшін, өсімдіктері тіпті жарық үшін деген сияқты әртүрлі факторлар үшін де олар күресе алады. Және үшінші түрі бар, ол ағзалардың сыртқы, яғни қолайсыз орта факторларымен күрес. Яғни эволюция барысында ағзалар осындай күрестерге өте отырып, қандай ағза ортасына бейімделе алды, сол ағзалар аман қалады ғой. Бұл жерде яғни кім күшті, кім әлсіз емес, қай ағза өзінің өмір сүріп жатқан ортасына бейімделе алды, осыған байланысты екен. Яғни осындай сұрақтар сіздерде түрленіп те келіп отырады. Келесі, өсімдік жапырағында жүретін маңызды үдеріс дейді. Жалпы біз білеміз, жапырақ ол өсімдіктің ең негізгі мүшесі. Енді варианттарды қарайтын болсақ, өсімдіктердегі ең басты процестің бірі ол бізде су булану процесі. Оны біз басқаша транспирация деп атаймыз. Яғни мынау А жауабы дұрыс жауапқа келеді. Яғни транспирация өсімдіктердің артық, өзінің ағзасындағы артық суды жапырақтың лептесіктері арқылы сыртқа буландырып шығару арқылы, яғни табиғаттағы су айналымы процесіне де өз септігін қатыса алады деген сөз ғой. Және де осы жерде бұл 9 сыныптың биологиясы бойынша транспирацияның жүруіне әсер ететін факторлар деген тақырып бар етіне. Сыртқы фактор және де ішкі фактор. Ішкі фактор деп отырғанымыз сол жапырақ, өсімдіктің жапырағының беттік ауданы, көлемі деген сөз ғой. Ал сыртқы фактор ол енді климат қой, ауа райының сыртқы факторлары ол температура, ауа қозғалысы, яғни жел, және де ауаның ылғалдылығы немесе жауын-шашын деп айтамыз. Яғни осындай факторлар әсер етсе, ол сыртқы факторлар ретінде қарастырылады. Келесі, тіршілігін жойған экожүйенің қайта қалпына келуі дейді. Ал енді қараңыздар. Бұл бізде экожүйе. Экожүйеде жалпы сукцессия деген ұғым бар етін білеміз. Сукцессия дегеніміз, яғни белгілі бір уақыт бойынша ағзалардың немесе сыртқы ортаның
белгілі бір факторлардың мерзімімен өзгеріп отыру процесі, соны біз сукцессия деп атаймыз. Оның екі түрі бар: біріншілік және екіншілік. Енді біз соның айырмашылығын табу керекпіз ғой. Тіршілігін жойған экожүйе десе, яғни қараңыздаршы, ол бұрын болған бір экожүйе белгілі бір сыртқы орта факторлардың әсерімен ол жойылып кетеді да, бірнеше уақыттан кейін оның қайтып қалпына келуі деген сөз ғой. Яғни жойылып кетіп бұрын болған жүйе қайтып қалпына келеді. Біз бұны екінші реттік сукцессия деп атаймыз. Мысалға бұған су тасқыны нәтижесінде пайда болған көлшік, бір көлшік пайда болады да, ол жерде тіршілік пайда болады, қамыстар, қоғалар өседі, бақа пайда болады. Солай бір күндері температура әсерінен ол жердің суының бары тартылып қалып, ол жердегі көлшік мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Бірақ егер ауа райы, климат өзгеретін болса, ол жерде қайтадан бірнеше уақыттан кейін қайтып көлшік пайда болуы мүмкін. Немесе бұрын болған орман өрт тағы да басқа фактор салдарынан бұзылып кетіп, бірақ бірнеше жылдардан кейін ол жерде біз қайтадан орман сала аламыз ғой. Орман ағаш жетіргізіп, еккізіп, жасап шығара аламыз. Тура сол сияқты жер бедерінің жер сілкінісі нәтижесінде жолдардың, жердің, үйдің, топырақтың құрылысы бұзылып кетіп, бірақ біз оны жер сілкінісінен кейін біраз уақыттан кейін қайтадан қалпына келтіре аламыз ғой. Қайтадан жол сала аламыз, қайтадан үй сала аламыз деген сияқты, қайтадан бақша жасай аламыз. Осындай мысалдарды келтіруге болады. Бұл бізде екінші реттік сукцессияға жататын мысалдар. Ал бірінші реттік сукцессия дегеніміз ол әлі тіршілік жоқ. Бізде 7-ші сыныпта қалай береді? Әлі топырақ қабаты түзіле қоймаған аймақта топырақ енді түзіліп, сонымен бірге ағзалардың алғаш пайда болуы, топырақта қынаның алғаш өсуі деген сияқты, сосын мүктердің пайда болуы деген сияқты. Осылай барлығы алғашқыдан пайда болып өсіп дамитын болса, біз оны уже бірінші реттік сукцессия ретінде қарастырамыз. Келесі, эволюцияда алғаш рет қан және де қан тамыр жүйесі пайда болды. Енді қарайық. Қан және де қан тамыр жүйесі бізде алғаш пайда болды, ол буылтық құрттарда. Немесе бұл буылтық құрт сіздерде басқаша мысалмен, жақша қарасып қойыншы, шұбалшаң немесе сүлік деген мысалдармен де кездеседі. Яғни эволюция барысында қан тамыр деген жүйелер осы буылтық құрттарда пайда болды да, бірақ әлі жүрек пайда болған жоқ. Буылтық құрттарда бізде жүрекше болды. Кеуде бөлімінде орналасқан 5 қатар орналасқан жарты ай тәрізді қан тамыр, оларда жүрекшенің қызметін атқарды ғой, қанды айналдыру процесін. Ал бұдан кейінгі уже буылтық құрттардан кейін кімдер пайда болды бізде? Бізде уже ұлулар кетті, ұлуларда уже жүрек дамыды, жүрек бар оларда. Сосын буын аяқтылар кетті, олардың да жүректері бар, өрмекшіде басқаша, шаяндарда мысалы 5 қуысты, қапшық тәрізді деген сияқты. Солай, яғни ары қарай уже жүрек құрылысының даму процесі орындалды. Омыртқаларда ол тіптен басқаша дамып кетті. Яғни эволюция барысында алғаш қан тамыр ол пайда болды буылтық құрттарда. Келесі, нәруыз денатурацияға ұшырағанда алдымен бұзылатын реттік құрылым дейді. Алдымен деген сөз ең бірінші болып бұзылып кететін реттік құрылымы деген сөз. Енді осы жерде еске түсірейік. Жалпы нәруыздардың реттік құрылымы дегенде біз білеміз, нәруыздың 4 реттік құрылым бар, и ол тура сол реттілікпен аталады өз аттары. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік и төртіншілік. Енді біз ескеру керекпіз. Бірінші реттік құрылымы ол қатар орналасқан 2 амин қышқылының бір-бірімен пептидтік байланыс арқылы жүзеге асады. Пептидтік байланыс дегеніміз не ол? Ол бірінші амин қышқылының соңындағы COOH дейтін бар ғой, карбоксилдік топ, екінші амин қышқылының басындағы NH2 амин тобы екеуінің арасында болатын болса, осы байланысты біз пептидтік байланыс дейміз. Пептидтік байланыс бірінші реттік байланысқа тән, біріншілік құрылымға. Екінші реттік құрылымның ерекшелігі қандай? Екінші реттік құрылымның ерекшелігі бұл кезде нәруыздардың уже кеңістікте 3D құрылым дейміз ғой, кеңістікте өзіне тән пішіні болады. Альфа либо спираль тәрізді, немесе бета қатпар тәрізді. Енді олардың спираль тәрізді, қатпар тәрізді болып пішінге енуіне септігін тигізіп тұрған ерекше байланыс ол сутектік байланыс. Сутектік байланыс. Үшінші реттік құрылымға біз миоглобин деген нәруызды айтсақ болады. Үшінші реттік құрылымның ерекшелігі 4 түрлі байланыс бар. Бұл жерде дисульфидтік бар,
яғни СС күкірт атомдарының арасында болатын дисульфидтік, сосын сутектік бар, иондық бар, гидрофобтық деген сияқты осындай 4 түрлі байланыспен байланыс алады да. И төртінші реттік құрылымның ерекшелігі, мысал ретінде біз оған гемоглобинді айтамыз. Неге? Төртінші реттік құрылым ол 4 түрлі суббірліктің бірігуі нәтижесінде түзілетін нәруыздар. Сол себептен төртінші реттік нәруызды басқаша олигомерлі нәруыз немесе олигомерлер дейміз. Немесе оларды аллостериялық қасиет көрсете алатын нәруыздар дейміз. Неге? Мысалға гемоглобиннің құрылымында альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 дейтін суббірліктен тұратын нәруыздардың жиынтығы бар. И ол нәруыздар өз кезегінде бір-бірімен орындарын ауыстырып, олар өз конформациясын өзгерте алады. R конформация, K конформация деген сияқты естеріңізде болса, 10 сыныптың биологиясында. Яғни, осындай ерекшелікке ие төртінші реттік құрылымның ішінде, мынау үшінші реттік құрылымдағыдай байланыс бар, тек дисульфидтік байланыс қана жоқ, мындай. СС дейтін байланыс қана болмайды, төртіншіде. Қалған 3 байланыстың барлығы бар. Енді қараңыздар. Бізге айтып тұр ғой, осындай 4 құрылымға ие нәруызды алатын болсақ, қайсысы бірінші денатурацияға ұшырайды? Денатурация, яғни нәруыздың бастапқы пішінінің өзгеруі, бастапқы конформациясының бұзылып кетуі деген сөз. Оған біз мысал ретінде піскен жұмыртқа мен піспеген жұмыртқа деген мысалды жиі айтамыз ғой оқушыларға. Мысалы, піспеген жұмыртқа қандай күйде? Сұйық қалпында. Біз суға салып 100 градус температурада су қайнайды ғой. Яғни температурада суды қайнату арқылы жұмыртқа піседі да, біз айтамыз жұмыртқа пісті дейміз, қатты формаға айналып кетеді. Ол деген сөз температураға шыдай алмаған осы жұмыртқа құрамындағы нәруыздар байланыстарын үзіп, олар басқаша құрылымға енеді деген сөз ғой. Сонда осындай денатурацияға бізде ең бірінші болып ұшырап кететін әлсіз байланысқан байланыс ол төртінші реттік құрылым. Оны былай жаттап алуға болады. Керісінше барлығы әлсіздігі бойынша. Яғни ең бірінші ыдырап кетеді ол бізде төртінші реттік құрылым, сосын үшінші реттік құрылым, потом екіншілік, и самый мықты берік байланысқан байланыс ол біз бірінші реттік құрылым деп айтсақ болады екен. Түсіндік қой? Яғни денатурацияға ұшырау реті олардың керісінше. Төртінші реттік тез байланыстар үзіліп кетеді, сосын үшінші реттік, сосын екінші реттік, сосын бірінші. Яғни осылай олар өздерінің бастапқы пішінін өзгерте алады. Және білеміз, денатурацияға әсер ететін факторлар олар әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға, 60 градустан жоғарғы температура, жоғарғы процентті спирт, қышқылдар, сілтілер, ауыр металдар және де ауыр металдың тұздары, иондық сәулелер, тағы басқа процестер, осындай заттар әсер ете алады екен оларға. Келесі, абиотикалық факторлармен күрес дейді. Ал абиотикалық факторлармен күрес дегенге біз мынау С деген жауапты айтамыз. Су тасқыны немесе ерте көктемдегі үсік. Енді қараңыздаршы, бұл жердегі су тасқыны ерте көктемдегі үсік. Мысалға, абиотикалық фактор дегеніміз тірі ағзалардың қоршаған ортадағы жансыз, яғни табиғи факторлармен, климатпен күресуі деген сөз. Мысалға, су тасқыны кезінде білеміз, қаншама топырақ арасында інде өмір сүріп жатқан ағзалар өз ұяларын тастап мекенін ауыстыру керек болады, немесе біразы тіршілігін жою мүмкін. Тура сол сияқты. Ерте көктемдегі үсік, білеміз, жалпы көктемде өсімдіктер гүлдейді ғой. Гүл бүршігі артады, жапырақ бүршігі артады. Гүлденген өсімдіктер, олар уже тозаңдануға бейім келеді, тозаңдану процесі болмаса, ұрықтану процесі жүрмейді. Ұрықтану процесі жүрмесе, біз жазда жеміс жей алмаймыз, қарапайым сөзбен айтқанда. Тозаңдану, ұрықтану процесінсіз бізде жеміс түзілмейді. Сонда қараңыздаршы, кейде болады ғой бізде көктемде ерте гүлдеп бастайтын өсімдіктер, әсіресе алма, өрік деген сияқты өсімдіктер кейде беймезгіл климаттық фактордың әсерінен үсік қатты суық келеді да, егер өсімдіктер тозаңданып үлгеретін болса, яғни аталық тозаң аналықтың аузына келіп түсіп үлгеретін болса, онда ол өсімдік ары қарай бізде жеміс бере алады. Өйткені главный аталық тозаңды қабылдап алып қойды, ары қарай ұрықтану, көбею жүре береді. Егер өсімдік тозаңдарын шашып үлгере алмаса, ерте көктемдегі үсікте оның гүлі, аталық тозаң, аналық барлығы үсіп қалады да, ол жылы өсімдіктің жеміс беру проценті төмендейді. Вот қараңыздар, яғни тірі ағзалардың, ол не только адам, жануар болсын, өсімдік болсын, сыртқы орта факторларымен, климатпен күресуі, осыны біз абиотикалық фактор ретінде қарастырамыз.
Келесі, аналық дарақ үшін күрес, қараңыздар, қорек, аумақ үшін күрес, бұл енді тірі ағзалардың бір-бірімен болатын күресі ғой, бұл уже биотикалық факторларға кетіп қалады. Жыныстық серіктес үшін бұл да биотикалық фактордың мысалы ретінде қарастырамыз. Келесі, пішіні бойынша таяқша тәрізді кең таралған бактериялардың өкілі. Осының алдындағы нұсқа талдауларда да біз бактерияның сыртқы құрылымына байланысты 4 пішіні бар екендігін айтқанбыз. Таяқша тәрізді ең кең таралған ол бацилла. Жалпы бацилла таяқша тәрізді спора түзуге бейім бактерия түрі ретінде қарастырамыз. Вибриондар ол бізде үтір тәрізді құрылымға ие. Диплокок 2 шар тәрізді коктың бірігуі нәтижесінен пайда болады. Спирилла ол бізден ирек құрылымға ие бактериялар екен. Келесі сұрақта, суретте бір санымен берілген жапырақ бөлімінде жүретін негізгі үдеріс. Мінеки бізде бір санымен беріліп тұр, бұл бізде лептесік немесе устица деп айтамыз. Енді қараңыздаршы, мұндағы жасушалар, жалпы жауаптар былай берілген. Жанаспалы жасушалардың бірігуі, жүйке шоқтарының түзілуі, судың булануы и фотосинтез процесі. Енді мына жердегі лептесіктің негізінен ең басты атқаратын процесі, негізгісі, ол судың булану процесін жүзеге асырады. Енді фотосинтез процесі деген сұрақтарда туындайды. Фотосинтез процесінде де белсенді рөл атқарады ғой. Өйткені фотосинтез процесі кезінде, фотосинтездің бірінші кезеңінде, жарық сатысында бізде оттек түзіледі да, ол атмосфераға да бөлінеді. Осы лептесіктің көмегімен. Сосын қараңғы фазасында бізде органикалық заттар түзіледі. Бірақ өсімдіктердегі негізгі су булану процесі жаз мезгілінде температура жоғарғы уақытта үздіксіз жүзеге асатын болғандықтан, негізгі процесс ретінде осы судың булануы процесін айтады екенбіз. Келесі сұрақ, ацетил коэнзим А-ның тотыққан бір молекуласынан түзіледі. Енді қараңыздар, жалпы ұстаздар осы тақырып, бұл бізде Кребс циклы ғой. Кребс циклынан көп ұстаздар да, оқушылар тарапынан да сұрақтар туындайды. Бұл жалпы қандай процесс, осы процесстен кішкене қорқамыз, қандай процесс, қиналамыз деген сияқты. Негізінен Кребс циклы ол бізде глюкозаның оттекті ыдырауы процесінің түрі ретінде қарастырылады. Жалпы глюкозаның оттекті ыдырауы екі кезеңнен тұрады ғой, осы Кребс циклы и электрон тасымалдаушы тізбек деп атаймыз, митохондрияда жүзеге асатын. Енді ацетил коэнзим А-ның тотыққан бір молекуласынан түзіледі. Кребс циклы бізде қалай басталады? Біз білеміз, глюкоза оттексіз ыдыраған кезде, яғни гликолиз процесінің нәтижесінде, соңында 2 пирожизм қышқылы и 2 АТФ түзілген болатын. Сол 2 пирожизм қышқылы бізде ыдырау нәтижесінде 2 молекула ацетил коэнзим А күйінде Кребс циклы айналымына енеді ғой. Ол қымыздық сірке қышқылымен қосылып, бізде ең алғашқы реттілік лимон қышқылының түзілуіне септігін тигізеді. Сол себептен де Кребс циклы айналымын немесе біз лимон қышқылды айналым деп айтамыз. Яғни ацетил коэнзим А-ның Кребс циклын бастаудағы ең негізгі рөл атқарады. Ескерейік, ацетил коэнзим А-ның 2 молекуласы қатысады. Сол себептен осы әр циклдың соңында түзілген заттарды біз 2 айналымнан кейінгі мәнін қарастыру керекпіз. Бізде сұрақта айтып тұр. Ацетил коэнзим А-ның тотыққан бір молекуласынан дейді. Бір молекуласынан түзіледі бізде 1 АТФ, 4 жұп сутек атомы және 2 көмір қышқыл газы түзіледі. Егер ондай сұрақ берілсе, ацетил коэнзим А-ның толық ыдыраған тотыққан молекуласынан түзіледі, уже біз жауаптарды екі еселейміз. 2 АТФ, 8 жұп сутек атомы и 4 көмір қышқыл газы. Енді бұл жердегі АТФ дегеніміз не ол? Бұл бізде кәдімгі ағзаның жұмыс жасауына, бұлшық еттің жиырылуына, энергия күш қуат ретінде барып көмектесетін энергетикалық құрылым ғой, соны біз АТФ дейміз. Білеміз ғой, ол митохондрияда синтезделеді. АТФ осы үшін өте маңызды жүзеге керек. 2 көмір қышқыл газ дейді. Осы Кребс циклынан кейінгі түзілген көмір қышқыл газы, ол мысалға оқушыларға былай түсіндіруге болады. Біз тыныс аламыз сырттан, тыныс шығарған кезде біз СО2 газын бөліп шығарамыз дейміз. Оқушыларда сұрақ туындайды, сонда біздің ағзамызда СО2 газы қалай түзіліп жатыр, ол қай жерде түзіліп жатыр деген сұрақ туындайды. Ол бізде осы жасушалық тыныс алу, яғни жасушада Кребс циклы нәтижесінде
осылай СО2 газы бөлінеді да, ол жасушадан ұлпаралық сұйықтық арқылы қанға түседі, капилляр арқылы ірі қан тамырларға барып, вена арқылы жүрекке, одан өкпеге барып, біз солай ағзадағы түзілген СО2 газын сыртқа шығарып тастай аламыз. Мына жердегі 4 жұп сутек атомы, жалпы сутек атомдары Кребс циклының соңындағы, ол не істейді, ол қайда барады, сосын қандай процеске қатысады? Кребс циклынан бөлек митохондрияның ішкі мембранасында, яғни кристада бізде электрон тасымалдаушы тізбек бар, білеміз, немесе тыныс алу тізбегі дейміз. Сол тыныс алу тізбегіне осы сутек протондары барады да, олар нат, фат деген коферменттермен қосылып бірге осы электрон тасымалдаушы тізбекке енеді. Өйткені бос күйінде нат, фат олардың ішінде кездеспейді. Солай олар тыныштықта тұрған АТФ синтеза процесін активациялайды да, нәтижесінде АТФ-тің синтезделуі жүзеге асады. Сөйтеді да бізде электрон тасымалдаушы тізбектің көмегімен 34 молекула АТФ түзіледі. Яғни осы процесс нәтижесінде біз айтамыз, жалпы глюкозаның оттексіз ыдырау кезінде 2 молекула АТФ түзіледі дейміз, оттекті ыдырау кезінде 36 дейміз. Осы 36-ның екеуі Кребс циклында түзіледі да, 34-і электрон тасымалдаушы тізбектің нәтижесінде түзіледі. И жалпы бәрін қосқанда бізде 1 молекула глюкоза ыдыраған кезде общий 38 АТФ молекуласы түзіледі екен. Түсіндік қой? И келесі сұрақ. Тұщы суда тіршілік ететін ағзалардың бөліп шығару өнімі дейді. Бұл 9 сыныптың биологиясы бойынша бөліп шығару өнімдері деген тақырып, еще ол тақырыптың ішінде кесте бар, мұғалімдер білесіздер. Негізі осы кестеде өте маңызды ақпараттар бар, и ол кесте үнемі келеді, ол жердегі ақпараттарды біліп алуымыз қажет. Енді бөліп шығару өнімінің біз 4 түрін қарастырамыз ғой. Гуанин, несепнәр, аммиак и зәрқышқылы. Именно тұщы суда тіршілік ететін, судан ешқандай тапшылық көрмейтін ағзалардың бөліп шығару өнімі ол аммиак болады. Аммиак өте сұйық. Неге сұйық? Өйткені ол суда өмір сүретін ағзалардың бөліп шығару өнімі. Сол себептен де ол ең сұйығы, улы, өткір дейміз ғой, осындай қасиеттерге ие. Оған біз суда тіршілік ететін, мысалы, сүйекті балықтардың түрлері бар, шеміршекті балықтардың түрлері бар, ересек қосмекенділердің түрлері деген сияқты осылар бізде бөліп шығару өнімі ретінде аммиак. Гуанин білеміз, ол өрмекшілердің бөліп шығару өнімі. Несепнәр, ол сүтқоректілердің, қоңыржай жалпы климатты құрлықта өмір сүретін, судың аздығында қатты сезінбейтін, судың көптігінде артық сезінбейтін, орташа құрылымда тіршілік ететін ағзаларға тән. Және де зәрқышқылы, ол бізде жырғалаушылар, құстар деген сияқты, құрлықты мекен ететін қосмекенділер деген сияқты бунақ денелердің түрлері бар, осы құрлықта тіршілік ететін осындай ағзалардың бөліп шығару өнімдерінің құрамында зәрқышқылы болады екен. Жалпы осы ақпараттарды мұқият қарап алайық, өйткені бұл сұрақ қалмайды, үнемі келеді, сол кестені негізінен жаттап алуымыз қажет. Жалпы ұстаздар, біз осы нұсқа талдауды қазір аяқтаймыз. Міндетті түрде байланыста болайық. Егер каналға әлі тіркелмеген ұстаздар болса, тіркеліп алайық. Өйткені алдыда тағы да осындай нұсқа талдаулар жасаймыз. Осылайынан ұстаздар сіздер біліктілікті арттыру тест тапсырмасына бірге практикалық тест тапсырмаларын талдау жұмыстарын жасай аласыздар.